Сәлем қыздар, мен өзімнің заказға жасап жүрген сметанигімнің рецептімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде ақырына дейін көріп алып, сосын жасап көрсеңіздер болады. Керек заттарымыздың барлығын осылай дайындап аламыз. Жұмсақ сармайымыздың үстіне қантымызды салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Қант пен майымызды араластырып болғаннан кейін, оның үстіне жұмыртқамыздың біреуін ғана салып араластырамыз. Жұмыртқамыз массаға түскесін, екінші жұмыртқамызды салып жақсылап араластырамыз. Қыздар, жұмыртқаны бір-бірден саламыз. Енді оның үстіне разрыхлителімізді салып араластырып жібереміз. Оның үстіне ұнымызды електен өткізіп, басында лопаткамен араластырып алып, одан кейін ізінде қамырымызды қолмен илейміз. Қамырымыз жұмсақ қамыр шығады. Неке қыздар, бізде осында жұмсақ, иілгіш, әдемі қамыр болып шықты. Енді осыны мешутқа салып қоя тұрып, формамызды дайындаймыз. Жиырма 24 диаметрдегі формаға ішіне пергамент қағазын төсеп, шетін майлап шығамыз. Оның ішіне осылай қамырымызды салып, қолымызбен жақсылап барлық жеріне жайып шығамыз. Неке қыздар, қамырымызды осылай табанына барлық жеріне жайып алғаннан кейін, шетіне жылжытып бортик шығарамыз. Осылай қолымызбен жылжыта отырып бортик шығарып аламыз. Біздің қамырымыз формада дайын, енді начинкасын дайындайтын боламыз. Керек заттарымыздың барлығын осылай ыдысымызға салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қыздар, қамырды илеп бастаған кезінде уже пешімізді қосып қоямыз. 180 градуста 20 минуттай қызып тұру керек пешіміз. Неке осылай жақсылап барын араластырамыз. Неке қыздар, бізде осындай әдемі массамыз дайын болды. Енді осы дайын массамызды формамызға құямыз. Қыздар, мен осылай лопатканың көмегімен шеттерін осылай тегістеп шығамын. Ровно болып, теп-тегіс болып шығады. Қыздар, осылай сілкіп, ортасындағы ауаны шығарып алып, осылай енді қызып тұрған духовкамызға пісуге жібереміз. Неке қыздар, менің пирогым уже пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, ортасы ешқандай түсіп кетпейді. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Видеоларым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.